Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі онлайн дәрісімізде көне карталардағы Сарайшық қаласы жөнінде баяндалады. Алтын Орданың мәдени орталығы, Ноғай және Қазақ хандығының астанасы болған Сарайшық қаласы тарихи мұрамызды зерттеу үшін маңызды орын. Сарайшықтың Алтын Орданың басқа қалаларынан айырмашылығы 15-16 ғасырларда өмір сүруін жалғастыруы. Ұлы Жібек жол бойындағы маңызды сауда нүктесі рөлін атқарған Сарайшық қаласын толығымен зерттеу үшін қаланың қандай аумақты иемденгенін білуіміз қажет. Әртүрлі дереккөздерде бірнеше рет айтылғандай, Сарайшық көктемгі су тасқыны және Жайық, Сарайченко өзендерінің арналарындағы өзгерістер нәтижесінде аумақтың бір бөлігін жоғалтты. Сарайшық қалашығы бүгінде Жайық өзені мен Сарайченко каналының құрғаған арнасымен шектеседі. Осыған орай көпшіліктің көкейінде қала пайда болған сәттен бастап қаланың топографиялық жағдайы өзгерді ме деген сұрақтың болатыны анық. Қазіргі таңға дейін жарық көрген зерттеулерден жауап іздеуге тырыстық. Сарайшық қаласы атауы 15-16 ғасырларда еуропалық карталарда шартты түрде бейнеленген. Мысалға келтірсек, қаланы Дженкинсон Жайықтың шығыс жағына, Гастальди Жайықтың батыс жағына орналастырған. 2020 жылдың ақпан айында Сарайшық музей қорығын ұйымдастырумен Нұр-Сұлтан қаласында Алтын Орданың 750 жылдығына және Қазақ хандығының 555 жылдығына арналған Сарайшық ұлы дала мұраты мемлекеттік сабақтастық атты дөңгелек үстел өтті. Жиында Атырау облысы тарихи мәдени мұраны зерттеу орталығының басшысы Мұхаммедқали Кепиев Сарайшықтың 1741 жылғы жоспары атты баяндама жасады. Жоспардың бір ерекшелігі Сарайшық құланысы жөніндегі табылған карталардың арасында ең көнесі болып саналады. Баяндаманың толық мәтіні Егемен Қазақстан газетінің басылымында жарық көрді. Осы кезеңге дейін жарық көрмеген, зерттеушілердің қолына түспеген құжат план горту Сарайчик в Яйке, Гурев, Гортка, Верк, Полике Яек, верстах 60, снят прошлого 741 году деп аталады. Күні бүгінге дейін отандық және шетелдік зерттеушілер басшылыққа алып жүрген топограф Алексеев сызған Сарайшықтың 1861 жылғы жоспар еді. Алғашқы кезекте 1741 жылғы жоспарға тоқталсақ, баяндамада жоспардың масштабы 50 сажен. 1 сажен дегеніміз 2,116 метрді құрайды. Бетіндегі мәтін шапшан жазу үлгісімен берілген, авторы белгісіз. Алайда құжаттағы инженер капитан Петр Кутузов деген жазуға қарағанда, сызба сол кезеңде Астрхан инженерлік департаментін басқарған капитан Петр Кутузовқа жолданған болу керек. Жоспарды орта ғасырлық Сарайшық қалашығының жанынан бекініс қамал салу үшін жасалуы мүмкін деп есептейміз. Сызбада орта ғасырлық Сарайшық қалашығын Жайық және Сарайченко өзендерінің ортасында орналасып, сыртқы және ішкі бекініс қамалдары оның төңірегі көрініс тапқан. Ішкі бекініс қалашықтың оңтүстік батысында орналасып, жоспарда ол жер Кремль деп көрсетілсе, сыртқы бекініс Белый город деп жазылған. Кремльдің өлшемі солтүстік батысы мен оңтүстік шығысы 421 метр, ал оңтүстік батысы мен солтүстік шығыс аралығы 235 метрді құрайды. Жалпы көрінісіне көз жүгіртсек, қаланың Жайық жақ қабырғалары қалың және дуалы биік болғанын байқауға болады. Топограф Алексеевтің жоспарында бұл аумақ цитадель деп аталады. Ұзындығы 432 метр, ені 216 метрге жеткен. Байқағандарыңыздай, жалпы аумағы бір-біріне сәйкес келетін екі жоспарда бейнеленген Кремль мен цитадель бір ұғым, екеуі де қаланың орталық бөлігі. Белый городтың өлшемі солтүстігі мен оңтүстігінің арасы 1341 метр, батысы мен шығысы 1082 метр. Алексеевтің сызбасында қалашықтың жалпы ұзындығы 1220 метр, ені 1174 метр. Екі жоспардағы өлшем бір-біріне шамалас келеді. Алексеев қаланы қоршаған дуалды 3 верст 350 саженді, яғни 4 шақырымды құрайды деп келтіреді. Осыған ұқсас мәліметті
Алексеевтен бұрын сарайшықта болған паластың еңбегінен көруге болады. Мәселен, 1769 жылы сарайшыққа келген саяхатшы ғалым Паллас қалашықтың оры мен дуалы әлі де көрінетіндігін және оның аумағы 5 верстке немесе 5 шақырымға дейін жететіндігін жазған еді. Алтын Орда тарихына арналған Магомед Сафарғалиевтің «Распад Золотой Орды» атты еңбегінде Алексеевтің 1867 жылғы жарық көрген мақаласына сілтеме бере отырып, қаланы қоршаған дуалының ұзындығы 8 шақырым болғанын жазады. Еңбектің 1960 жылы жарық көргенін ескерсек, сарайшық дуалының ұзындығын қате дерекпен зерттеушілердің пайдалануы әбден мүмкін. Құжаттағы соңғы бір өлшемдер қалашық пен оның екі жағындағы өзендер арасында жасалған. Сарайчинка мен қашықтық Кремльдің оңтүстік батысы мен оңтүстік бұрыштарынан алынып, алғашқысы 1728 метрді көрсетсе, оңтүстігінде өлшем жоспарда жыртылып, түсіп қалуына байланысты анықталмады. Қалашық пен жайық аумағы екі бағытта жүргізіліп, өзен жағасы шығысында 216 метр, солтүстік шығысында 410 метр қашықтықта болған. Сарайчинка өзеніне дейінгі 1728 метр болатын жер сарайшықтан жоғары қарай нарын арқылы сарай батуға кететін жолдың ізімен алынуы әбден мүмкін. Жайық беттегі өлшемдер жаңа қамалды салу мақсатында жасалған болса керек. Оның ішінде 410 метр болатын солтүстік шығысы сарайшықтан қиоға қарай шығатын ескі керуен жолының ізімен алынған деп тұжырымдайды мақала авторы Мұхаммедқали Кепиев. Жоспарда өзеннен бөлек қалашықтың батыс және оңтүстік бөлігінде атауы жазылмаған екі көл бейнеленген. Біріншісі дөңгелек пішінді, екіншісі көл сопақша тәрізді келеді. Алексеевтің жоспарында қан жайылмасы деп аталған көл қала ішінде орналасқан. Жергілікті жердегі аңыз бойынша ол Секіркөл деп аталады. Алексеев жоспары осы аңыздың түбінде шындық бар екендігін дәлелдейді. 1861 жылғы топографиялық сызбада Алексеевтің сипаттауынша цитадель ішінде қызыл кірпіштен салынған құрылыстар мен сағаналар қиратындылардың іздері бар. Олардың арасында сақталған бір сағана қан моласы деп аталатындығын атап өтеді. Осы тұста бұл жерде қай қаны моласы жатыр деген сұрақ туындайды. Зерттеушілердің пікірінше, елдегі әңгімелердің желісінде Қасымхан Жәнекұлы жерленген деп болжауға болады. Мұхаммедқали Қуанышбайұлының Алексеев сызбасы туралы мақаласында жоспардағы әулиелі орын тек қана цитадельдегі қан моласымен шектелмейтінін айтады. Келесі бір әулиелі сағана сарайшық бекінісіне жақын жердегі бейнеленсе, келесісі қаланың сыртындағы Сарайчинка өзенінің жағасында ескі қорым ретінде көрсетіледі. Одан бөлек жоспарда қалашықтың солтүстік шекарасында бой көтерген орыс зираты бар. Аталған әулие орындардың барлығы да күні бүгінге дейін сақталған. Мәселен, цитадельдің аумағындағы әулиелі орын бүгінгі күні үлкен қорымға айналса, сарайшық бекінісіне жақын сағана Қыз әулие деп аталады. Ал үшінші қорымға Зинел Ғабит әулие деген белгі қойылған. Қорытындылай келгенде, жоғарыда келтірілген екі жоспарда сарайшық аумағының спутниктік түрімен салыстырғанда қаланың көпшілік аймағының сақталғанын байқауға болады. Тұжырымдауларға сүйенсек, екі жоспарда бейнеленген Кремль немесе цитадель жайық суынан аман қалған. Аталған жоспарлар сарайшықтың тарихи орналасуын білуге, зерттеуге таптырмас бағалы құжат болып саналады. Алдағы уақытта шетелдік мұрағат қорларынан сарайшықтың өзге де ежелгі карталары табылуы әбден мүмкін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.